Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Classroom платформасында сіздерді тексердім. Сондықтан біріктірілген сабаққа қош келдіңдер. Сабағымызды бастаймыз. Сабақтың тақырыбы іске қосу және құжаттарды ашу. Corel Draw бағдарламасында бейнелерді жасау және өңдеу. Сабақтың мақсаты бағдарламаларды іске қосу жолдарын тәжірибе жүзінде кәсіптік сөздер мен сөз тіркестері арқылы меңгеру. Сабақ барысында тиімді жұмыс жасау үшін топты екі топшаға бөлдік. Яғни жақсы көретін жыл мезгіліне қатысты. Бірінші топ жаз мезгілін таңдады, жаз тобы. Екінші топ қыс мезгілін таңдады, қыс тобы деп аталады. Бірінші топтың басшысы елеусіз Аян. Аянның тобында, яғни жаз тобында бізде 5 студент жұмыс жасайды. Екінші топ қыс тобының топшаның жетекшісі Жакупов Мағжан. Мағжанның тобында да 6 студент жұмыс жасайды. Және жауаптарыңды жан-жақты бағалау үшін бағалау парақшасына назар аударыңдар. Бағалау парақшасында сары түсті парақша 15 ұпай, жоғары деңгейде жақсы жауап берген топқа тағайындалады. Көк түсті парақша 10 ұпай, жақсы жауап берген топшаға тағайындалады. Ал орташа деңгейде жауап болса, онда қызыл түсті парақша, яғни 15 ұпай, 5 ұпай беріледі. Сонымен сабақтың бірінші тапсырмасына көшейік. Ой түрткі деп аталады. Сілтеме бойынша өтуді өтінем. Дұрыс. Шыққан сөз бас мәзір. Главное именем. Поздравляем! Вы собрали данный пазл за 21 секунду. Команда Аяна собрала данный пазл за 21 секунду. Следующая команда Мағжана. Төмен. Көмектесеміз, Мағжанға көмектесеміз. Алға. Сол жаққа. Иә. Дұрыс. Алға. Солға. Шыққан сөз жетектегіш бағдарламасы. Также поздравляем команду Мағжана. Но команда Мағжана справилась за 35 секунд по данному пазлу сборки. Следующая также ссылка. Сборка пазла. Команда Аяна. Второй пазл. Көмектесеміз, Аян қиналып жатыр, кішкене көмектесіңдер. Бақдәулет, даусыңды шығара ғой, дұрыс айтып отырсың. Меня плохо слышно? Даусың естілмейді, аға. Қатырып. Шыққан бейне Corel Draw бағдарламасы. Поздравляем! Команда Аяна за 31 секунду собрала значок Corel Draw программы, векторной программы. Команда Мағжан. Сол жаққа қой. Сол жаққа. Дұрыс. Төмен.
жоғары. Дұрыс. Жоғары. Шыққан сөз векторлы графика және де растрлық графика. Поздравляем. В этот раз команда Мағжана за 33 секунды собрала данный пазл. Спасибо. Жақсы. Бүгінгі сабақтың негізгі ұғымдарын сендер таптыңдар. Тірек сөз тіркестерін, яғни кәсіптік қазақ тілінен бас мәзір және жетектіш бағдарлама, Коралдрой бағдарламасының белгішесі және растрлық және векторлық графиканы таптыңдар. Жақсы. Олай болса, келесі тапсырма бізде жасырын кәсіптік сөз деп аталады. Ол үшін сілтеме бойынша өтуді сұраймын. Сілтеме бойынша өтіңіздер. Аянның тобы Коралдрой бағдарламасында 3 белгішені көрсетеді. Мағжанның тобы осы 3 белгішені рет-ретмен бірінші, сосын екінші, үшіншіні кәсіптік сөзді атау керек. Бұл не? Қандай мағынаны білдіреді? Мағжан, бастай ғой. Менің ойымша бұл тінтуір. Дұрыс. Менің тобымнан келесі болып Нұрдәулет көрсетеді. Нұрдәулет, тезде, уақыт. Нұрдәулет. Зұлқарнаев Диас көрсетсін онда. Диас. Бұл сөзді Картаев Диас жауап береді. Менің ойымша бұл жетектегіш. Тегіш, қане көрейік. Дұрыс, жетектегіш, жақсы. Мағжанның тобы жақсы тауып отыр, бірден тауып отыр. Аян, соңғы сөзің қалды? Келесі сөзді Гриза Радион көрсетсін. Жақсы. Мағжан? Бұл сөзді Идрисов те жауап береді. Так, с Родион, не видно демонстрация экрана. Сейчас. Секунду. Менде көрінді, жаным. Видно же было. Было видно? Вот. Да, видно. Да, теперь видно. Мгм. Диас, естіген жоқпыз, қатты айт. Әйтпесе білмейміз деп есептейміз. Батырман черту, кликнуть по клавиатуре. Дұрыс. Дұрыс па? Дұрыс. Я дұрыс. Мгм. Аянның тобы 3 сөзін жасырды. Мағжанның тобы тауыпты, бірден тапты осы 3 сөзді. Енді Мағжан, сен жасырасың кәсіптік сөздерді, Аян сенің тобын жұмыс істейді. Біріншісін Картаев Диас көрсетеді. Менің тобымнан Нұрдәулет жауап берсін. Бұл амалдары орындау сөз. Көрейік, амалдарды орындау. Дұрыс. Дұрыс па, Аян? Дұрыс. Екінші болып Мұхаммедәли көрсетеді. Видно. Көрінеді. Менің тобымнан Зұлқарнаев Диас жауап берсін. Диас. Зұлқарнаев Диас, байланыстасың ба? Айта ғой. Аян? Диас естімей отыр. Демонстрацию еще раз повторите. Не, я вижу. Көрінеді. Диас ойланып қалды. Я, көмектесеміз, балалар. У меня не видно, где запись ведется. Каткол диск пішімдеу. Я. Дұрыс. Үшінші сөзін мен көрсетем. Жақсы. Басшының өзі көрсетеді үшінші сөзді. Мінекей. Бұл бейнені мен жауап берем. Сілтемені көшіру. Дұрыс. Сілтемені көшіру. Жақсы. Яғни кәсіптік сөздер білгірі жасырын сөзді екі топтың екеуі де тамаша шешті, бірден тапты. Жақсы. Олай болса,
келесі тапсырмамыз. Біз жаңа тақырыптың мазмұнын бірге талқылаймыз, бірге түсінеміз. Ол үшін келесі тапсырмаға көшейік. Следующая ваша задача перейти также по следующей ссылке, которая называется данная ссылка «Цифровой квест». От капитана команды переходим по этой ссылке «Цифровой квест». Также участники. В квесте предоставлено два квеста. Первый квест выполняет команда Аяна, второй квест выполняет команда Махжана. В квесте предусмотрен также игровой бонус. Пожалуйста, Аян, приступаем. Бірінші ұғымды бізде Нұрдәулет табады. Бағдарламаларды бастау батырмасы көмегімен іске қосу әртүрлі жолдармен орындалады. Жетектегіш бағдарламасы арқылы, бастау батырмасы арқылы орындалады. Бас мазыр шығады, бас мазыр дискіден құжаттарды іздеуді жеңілдетеді, және бастау батырмасымен шертсек бас мазыр шығады. Егер дұрыс болса, онда жасыл түс жанады. Дұрыс таптың. Келесіні Гриза Родион табады. Бәс мазыр арқылы құжаттарды ашу. Компьютермен жұмыс атқарғанда бағдарламаны іске қосу, ол менің компьютерім қапшығы орындалуы мүмкін. Жетектегіш бағдарламасы немесе бастау батырмасы арқылы. Мәне көрейік, тексерейік. Дұрыс Дұрыс емес, Родион. Өйткені жасыл жанған жоқ. Көмектесеміз топ. Бас мазыр арқылы құжаттарды қалай ашамыз? Қандай жол? Коленов Диас жауап берсін. Диас, жақсы. Бас мәзір арқылы құжаттарды ашу, бастау батырмасын басу, құжаттар әміріне таңдулардың көрсеткішін орналастыру, таңдулардың көрсеткішін қайда бір құжат белгішісіне қойыл, шырту таңдалған құжаттың терезесі ашылады, құжат жасалған қосымша ашылады. Жасыл жана ма? Дұрыс. Дұрыс. Соңғысын Гриза Родион жауап берсін. Бағдарламаны іске қосудың әртүрлі жолдары. Компьютермен жұмыс атқарғанда бағдарламаны іске қосу, ол менің компьютерім қапшығы орындалуы мүмкін. Жетектегіш бағдарламасы немесе бастау батырмасы арқылы. Тексерейік. Болды. Жасыл жанды. Өте жақсы. Ұпай саны 15 деген бағал. Енді Мағжанның тобы. Біріншісін мен бастаймын. Дроу бағдарламасында пайдаланатын типтері. Менің ойымша бұл прямые и кривые линии, их отрезки, прямоугольника и квадраты, эллипсы и окружности, многоугольники, текст, растровые изображения. Екіншісін Идрис Диас жауап береді. Жақсы. Диас. Парақшалар параметры. Изменил макет. Если объекты не помещаются в пределах печатной страницы, то они при распечатке не выводятся. Жақсы. Апара ғой, Мағжан. Дұрыс. Үшіншісін Каратаев Диас жауап береді. Үшінші сөз бұл сызықшалар. Менің ойымша бұл устанавливать с командой меню вид линейки. Это штриховая линия поперек линейки, отображает текущее положение мыши. Дұрыс. Төртіншісін Лиза жауап береді. Түстер палитрасы позволяет раскрашивать объекты в различные цвета и оттенки. Для отображения палитры на экране выполните команду меню «Окна», «Цветовые палитры», выберите нужную палитру. Жақсы, Лиза. Сон Мухаммед Али жауап береді. Бесіншісін. Мухаммед Али, барсың ба? Докерлер. Көріне ме? Я микрофон забыл включить. Докерлер представляет собой особый вид диалоговых окон, остающихся на экране после выполнения операции. Это позволяет ускорить повторный доступ к представляемым ими функциями.
Бәрі дұрыс, 15 балл. Дұрыс, көрейік бағаны. Өте тамаша. Мағжанның тобы да 15 ұпай жинады. Өте жақсы балалар. Осы тапсырма орындау барысында сіздер тақырыптың негізгі ұғымдарын сәйкестендіріңдер. Келесі тапсырма онлайн тақтаға көшуді өтінемін. Онлайн тақтада біз грамматикалық жаттығуды орындаймыз. Яғни бүгінгі тақырып бойынша сөйлемдерді қайталап пысықтаймыз, білімдерімізді пысықтаймыз. Онлайн тақтаға сілтеме бойынша көшіңдер. Жақсы. Аяның тобы бастайды. Көп нүктенің орнына, мазмұнына сәйкес сөзді қою керек. Аян? Біріншісін Нұрдәулет табады. Жақсы. Бастау батырмасын шертсе бас мызыр шығады. Жаз, көрейік. Жаз. Шыға ма? Бас мәзір шығады. Грамматикалық сауаттылығында ұмытпаймыз. Дұрыс жазу керек, иә? Бас мәзір шығады. Қане көрейік. Бас мәзір шығады. Орнына тұрды. Яғни Нұрдәулет жақсы жұмыс жасадың. Дұрыс таптың сөзді, жарайсың. Екінші Маян? Келесі бұл Зулкарнаев Диас табады. Диас? Бас мазыр арқылы құжатты ашу үшін келесі амалдарды орындау қажет. Көрейік, Қанеке. Сенің нұсқанды жазып көр. Орнына тұрам екен. Жаза ғой. Құжатты ашу үшін. Дұрыс, орнына тұрды. Оқыш қайтадан. Диас сөйлемді. Бас мазыр арқылы құжатты ашу үшін келесі амалдарды орындау қажет. Дұрыс. Аянның тобы дұрыс тапты, бірден дұрыс жауап берді. Грамматикалық сауаттылығы жоғары деңгейде, қате болған жоқ. Мағжанның тобына көшейік. Мен тобдан біріншісін Диас Идрисов жауап береді. Жақсы. Диас. Көріне ме Диас саған? Диас? Извиняюсь, микрофон. Қоса ғой микрофонды. Бағдарламаны іске қосу немесе құжаттарды ашу үшін келесі амалдарды жолдармен орындалуы мүмкін. Ойланайық. Мағжанның тобы ойланайық. Жазып көрсін. Дұрыс жауабы. Жазып көрш. Диас. Мен ойымша әртүрлі деген сөзді қою керек. Дұрыс. Сәл кішкене қателестің. Әртүрлі. Диас Идрисов жаза ғой. Әртүрлі. Қазақ шрифтіне көшесінде қазақша жазамыз. Әртүрлі. Екіншісіне Каратаев Диас жауап береді. Жақсы. Бас мазыр дискіден құжаттар және бағдарламалар іздеуі жеңілдетеді. Жақсы. Жазып көрш, Каратаев Диас. Жаз. Жазып көрейік. Жаздық. Жаздық. Ұпайлар саны, менің ойымша, Аянның тобы бірден тапты, қиналған жоқ, қатесіз бірден тапты. Сондықтан бұл кісілерге, бұл топқа сары түсті парақша 15 ұпай. Мағжанның тобы екінші сөйлемді, бірінші сөйлемді кешіріңдер қиналды. Сондықтан бұл топқа 10 ұпай. Көк түсті парақша. Олай болса, келесі бекіту кезеңі графикалық тестілеуге көшеміз. Сабақтың тақырыбын бекітеміз. Да. Ребята, переходите ниже, ссылка предоставлена в чате, групповом чате, графический тест. Графический тест также предоставлено 2 командам. Первые 3 пиктограммы выполняет команда Мағжана, оставшиеся 3 пиктограммы, соответственно, выполняет команда Аяна. Приступаем, ребята. Біріншісі, ағылшын тілінде эллипс тул. Екіншісі эллипс, қазақша атауы.
ал орыс тілінде позволяет доступ к инструментам из 3 точек через 3 точки эллипса. Қазақша эллипс құралдарына 3 нүкте арқылы қатынауға мүмкіндік береді. Екіншісін Идрисов Диас жауап береді. Құралдың сипаттамасы ағылшын тілінде basic shape. Қазақша негізгі немесе стандартты формалар. Очень верно. Құралдың сипаттамасы орыс тілінде позволяет получить доступ к инструментам основные фигуры, фигуры стрелки, фигуры схемы, фигуры баннера и фигуры сноса. Құралдың сипаттамасы қазақ тілінде сілтеме фигураларына және баннер фигураларына, сұлба фигураларына, бағыттама фигураларына, негізгі фигуралары сияқты құралдарына қатынауға рұқсат етеді. Тамаша, жақсы. Үшіншісіне Лиза Ермолаева. Құралдың сипаттамасы ағылшын тілінде rectangle tool. Қазақша атауы төртбұрыш. Құралдың сипаттамасы орыс тілінде позволяет получить доступ к инструментам прямоугольник и прямоугольник через 3 точки. Құралдың сипаттамасы қазақ тілінде 3 нүкте арқылы тік төртбұрышқа және тік төртбұрыш құралдына қатынауға рұқсат етеді. Жақсы. Біз болдық. Хорошо, очень хорошо выполнили. Следующая команда приступает. Аяна. Келесі болып Шымбеков Нұрдәулет табады. Құралдың сипаттамасы ағылшын тілінде полигон tool деп аталады. Ал қазақша атауы көпбұрыш болады. Құралдың сипаттамасы орыс тілінде позволяет получить доступ к инструментам многоугольник, звезда, сложная звезда, разлиновая бумага и спираль. Ал қазақ тілінде шиыршық кен жылды қағаз және күрделі жұлдыз, көпбұрыш сияқты құралдарына қатынауға рұқсат етеді. Дұрыс. Келесі болып Зулкарнаев Диас жауап береді. Құралдың сипаттамасы ағылшын тілінде пикту. Қазақша атауы бағыттама. Құралдың сипаттамасы орыс тілінде для выделения и перемещения объекта 1 щелчок или для скоса и вращения объекта 2 щелчка. Ал қазақ тілінде нысанда ерекшелеу немесе жылжыту үшін 1 рет черту, ал нысанда айналдыру немесе қисайту үшін 2 рет черту. Дұрыс. Соңғысын Гриза Родион тапсын. Құралдың сипаттамасы ағылшын тілінде shape tool. Қазақша атауы форма. Құралдың сипаттамасы орыс тілінде для изменения формы объекта с помощью узлов маленьких точек на вершинах. Қазақ тілінде түйіндері шындарындағы кішкентай нүктелер пайдаланып нысанды өзгерту. Да, я сижу, да, у нас сразу села, да? Молодцы, уважаемые студенты. Обе команды получают 15 баллов. Теперь в качестве игрового бонуса, касающегося по цифровому квесту и по графическому тесту, прослушайте следующий бонус. Видеоролик. Құрметті студенттер мен мұғалімдер, осы өткізген сандық квест үшін үлкен алғыс кетемін. Сіздер болашақта үлкен жетістіктерге жететініңізді тілектеспін. Рахмет, мінекей Хорошо, керемет. спасибо.
Керемет жұмыс жасадыңдар. Колледж директоры Қасымхан Сенғазыұлынан жақсы үлкен баға алдыңдар. Және квест жасаған кезде 3 түрде белгілерді атап өттіңдер, жақсы білім көрсеттіңдер. Олай болса, біз келесі сабақтың кезінде, яғни рефлексияға келеміз. Осы сабақта алған сезімдерін, әсерлерін, қалай жұмыс істегендерін, сабақта тақырыптың ашылуы, ұйымдастырылуына қатысты ойларынды онлайн тақтаға көшеміз. Осы онлайн тақтада сөзбен, сөз тіркеспен, сөйлеммен, немесе сурет арқылы білдіруге болады. 1 минут уақыт береміз, балалар. Кім жазғысы келсе жазады, кім сурет салғысы сурет салады. Және бір ерекшелігі онлайн тақтада бірнеше пайдаланушы жұмыс істей алады. Қанеки? Сурет салып жатыр. Лиза Ермолаева, Мұхаммед, Али жұмыс істеп жатыр. Мағжан жұмыс істеп жатыр. Аяның тобы. Шрифті көйтсеңдер, балалар. Қандай сөзді жазыңдар? Керемет, жақсы. Сурет салып жатыр, балалар. Қанеки, қандай сурет көрейік? Нені білдіреді бұл сурет? Адамның күлімсіреген түрін көріп отырмыз, Қаленов Диас сурет салып отыр. Диас, әнеки. Көңіл күйі жоғары, сондықтан әнеки сурет салып, және жазу жазып отыр. Әнеки Қаленовтың Диасын. Күшті деген сөзді кім жазды, балалар? Күшті деген сөзді кім жазды? Мен. Мағжан? Көрдің бе қатенді? Нұрдаулет, сен бе жазып отқан күшті деген сөз қалай жазылады, балалар? Күшті. Жуан буынды сөз бе әлде жіңішке ме? Мағжан? Жөндедіңдер. Дұрыс. Ақпаратты, мағыналы деп жазып отыр біреу. Керемет деп жазып отыр. Жақсы, күшті. Күшті деп 2 рет жазды. Біреулер өте күшті деп жазып отыр. Мына жерде менеке қызықты бір суреттер салып отыр, балалар. Жақсы, рахмет, балалар. Рахмет. Көңілдерді білдіріп, сабаққа жоғары баға бергендеріне. Мұнда бір рахмет. Сабақтың қорытындылау бөлігіне көшеміз. Тақта, рахмет, сілтемені жабайық. Қорытындылау. Бүгінгі біріктірілген сабақ барысында 2 пәннің тақырыбын қиыстырып, жан-жақты талдап, талқыладық. Ақпараттық жүйелер маманы ретінде сендердің кәсіптік сөздер қорын едәуір толықтырды. Яғни кәсіптік құзыреттерін жоғары артты деп нақты айта аламыз. Сондай-ақ кәсіптік қазақ тілі мен компьютерлік геометрия мен графика пәндерінің тығыз байланыста жұмыс жасауға болатынын көрсете білдік. Кәсіби мақсаттарында, еліміздің өркендеу жолында қосар үлестеріңізді, бүгінгі сабақта алған білімдеріңді толықтай пайдалана аласыңдар деп кәміл сенеміз. Бағалау парағын және көрсетілді. Яғни бізде бүгін жас тобы 70 ұпай жинап отыр. Бір кезеңде ғана жасырын сөзде 10 ұпай жинады. Және қыз сөзі де 70 ұпай алып отыр. Дегенмен, әр студентке бағасын жеке қоямыз. Яғни, жақсы білім көрсетіп, сабақтың бүкіл кезеңдерінде белсендік танытқан үшін Елеусіз Аянға 5, Жакупов Мағжанға 5, Нұрдаулетке 4 деген баға, Гриза Родионға 5 деген баға, Лиза Ермолаева 5 деген баға, Қаратаев Диасқа 5 деген баға, және Идрисов Диасқа 5 деген баға, Қаленов Диасқа, Ашымбеков Нұрдаулетке және Исимов Мұхаммед Алиге 4 деген баға қоямыз. Уважаемые студенты, спасибо за сегодняшний урок. Было все замечательно. Вы успешно прошли все цифровой квест, игровые ссылки. Вы умело поработали. Также вы поработали в CorelDRAW программе, векторная графика является данной программой. Вы умело показали свои мастерства в компьютерной графике, использовании данной программы инструменты
а также их название на английском, на русском, на казахском. То есть данный программный ресурс CorelDRAW будет на любом ли каком бы будет открыт, вы звук на русском. И тапсырмасын қарайық балалар. И тапсырмасы кәсіптік қазақ тілінен бағдарламаларды іске қосу жолдарын тақырыбына байланысты бүгінгі сабақта өткен кәсіптік сөздерді пайдаланып шағын мәтінді құрастыру. Компьютерлік графика пәнінен осы әр түрлі аспаптарды қолданып бейне салу. И тапсырмасын жазып алыңдар. Рахмет балалар, сабақ аяқталды. Сау болыңдар.